Бұл апта астрология тілінде жарқырау, шешім қабылдау және өз өміріңнің жаңа парағын ашу уақыты. Аспандағы планеталардың орналасуы, әсіресе күн мен Марстың белсенді байланысы, адамдарды әрекетке итермелейді. Егер соңғы аптада сен өзіңді баяу, жалқау сезінген болсаң, енді мүлде басқаша күй кешесің, энергияң тасиды, идеялар көп болады, жүрек жаңаға ашылады. Апта ортасында ай таразы белгісінен өтіп қарым-қатынас, достық, сүйіспеншілік тақырыптарын алға шығарады. Ал демалыс күндері ай мен Юпитердің үйлесімді тригоны сені үлкен арманға қарай итермелейді. Бұл аптада жаңалыққа қадам жаса, жаңа жұмыс, хобби, таныстық, саяхат. Эмоцияны ұстай біл, әсіресе сәрсенбі мен жұма арасы. Өз денсаулығына мән бер, белсенділік көп, бірақ шаршамауға тырыс. Тоқта. Жалпы апталық көрініс. Бұл апта сен үшін нағыз эмоционалды және энергиясы мол кезең болады. 11 тамыздан бастап ішкі күш қуатың артып, өз-өзіңе сенімің нығаяды. Алдыңа қойған мақсаттарыңды орындауға деген құлшыныс ерекше күшейеді. Қазір сенің жұлдыздармен байланысың үйлесімді, сондықтан ойға алғаныңды жүзеге асыруға мүмкіндік мол. Бірақ бұл аптада тек физикалық күш емес, эмоционалды тұрақтылық та маңызды рөл ойнайды. Сенің басты қаруың табандылық пен батыл қадам жасау. Аптаның басы сен үшін мотивацияның жаңа толқынымен басталады. Таңертеңнен ақ көңіл күйің көтеріңкі болуы мүмкін. Бүгінгі күнде күтпеген хабарлама немесе ұсыныс алуың ықтимал. Бұл жұмысқа да, жеке өмірге де қатысты болуы мүмкін. Көптен бері ойлап жүрген, бірақ кейінге қалдырып жүрген жоспарыңды бастауға қолайлы сәт. Жұмыс, жаңа серіктестік ұсыныс немесе бұрынғы клиенттен қайта хабар түсуі мүмкін. Ақша, күтпеген кішігірім кіріс, мысалы, қарыздың қайтарылуы. Махаббат, жалғыз тоқтылар үшін әлеуметтік ортада ерекше бір жанмен танысу ықтималдығы жоғары. Кеңес, бүгінгі мотивацияңды босқа кетірме, ең маңызды істерден баста. Бұл күн біршама қарбалас болуы мүмкін. Бірнеше бағытта қатар жұмыс істеуге тура келеді, біреулердің өтініштері, күтпеген кездер, өзге жоспарлар. Жұмыс, әріптестерің сенен кеңес сұрауы мүмкін, өйткені сенің тәжірибеңе сенеді. Денсаулық, шамадан тыс жүктеме бас ауруы немесе шаршау тудыруы ықтимал. Махаббат, серіктесіңмен ұсақ түйекке бола келіспей қалуың мүмкін, бірақ бұл тек уақытша. Кеңес, барлық жағдайды бақылауға тырыс, бірақ ұсақ нәрселерге ашуланба. Энергияң қайтадан жоғарылайды. Бұл күні ішкі түйсігің ерекше жақсы жұмыс істейді. Қандай да бір шешім қабылдауда сезіміңе сен. Жұмыс, жаңа жобаға қатысты маңызды шешім қабылдайсың. Ақша, қосымша табыс көзі пайда болуы мүмкін. Махаббат, бүгін романтикалық тосынсый жасауға тамаша күн. Кеңес, қиялыңды іске қос, шабыттыңды қағазға немесе жоспарға түсір. Бүгін сені қаржылық жағынан жақсы жаңалық күтуі мүмкін. Бұл сыйлық, бонус, күтпеген ақша немесе табыс әкелетін ұсыныс болуы ықтимал. Жұмыс, басшылық тарапынан мақтау немесе жаңа жобаға сенің кандидатураңды ұсыну. Денсаулық, физикалық белсенділікпен айналысуға қолайлы. Махаббат, жалғыздар үшін бұл күн жаңа таныстықтың бастамасы болуы мүмкін. Кеңес, мүмкіндікті жіберіп алма, бірақ асығыс шешім қабылдама. Эмоцияларыңды бақылау аса маңызды. Бүгін асығыс әрекет ету, қате шешімге алып келуі мүмкін. Жұмыс, әріптеспен немесе серіктеспен пікір қайшылығы туындауы мүмкін. Ақша, жоспардан тыс, шығын жасамауға тырыс. Махаббат, қызғаныш сезімі артуы мүмкін, сондықтан сабыр сақта. Кеңес, ашуланған кезде жауап берме, алдымен ойлан. Жақын адамдармен жылы, шынайы қарым-қатынас кезеңі. Отбасы, ұзақ әңгіме, ортақ жоспар құру, естеліктерді еске алу мүмкіндігі бар. Достық, достармен кездесіп көңіл көтеруің мүмкін. Махаббат, серіктесімен қарым-қатынасты нығайтатын сәттер туындайды. Кеңес, адамдарға уақыт бөл, бұл сенің көңіл күйіңді көтереді. Аптаны тыныш, бірақ рухани тұрғыдан бай етіп аяқтайсың. Денсаулық, табиғатта серуендеу, медитация немесе йога жасау пайдалы. Махаббат, бір-біріңе түсіністік таныту кезеңі. Кеңес, өткен аптадағы жетістіктеріңді бағала, алдағы мақсаттарыңды жазып қой. Бұл апта тоқтылар үшін жаңа бастамалар мен күтпеген мүмкіндіктер кезеңі болады. Сенің табандылығың мен батылдығың көптеген есікті ашады.
Бірақ эмоцияңды бақылап, асығыс шешімдерден аулақ болу керек. Махаббатта да, жұмыста да тұрақтылықты сақтай білсең, жетістіктер сені күтеді. Торпақ. Бұл апта сен үшін жай ғана бір жеті емес, бір үлкен өзгерістердің бастауы болмақ. 11 тамыздан бастап бойыңдағы энергия өзгереді, сен өзіңнің ішкі күшіңді бұрынғыдан да айқынырақ сезіне бастайсың. Көптен бері жоспарлап жүрген істеріңді кейінге қалдырмай, бірден қолға алуға дайын боласың. Аптаның алғашқы күндері өзіңнің қай бағытта дамығың келетінін, кіммен араласқың келетінін, және қандай мақсаттарға жетуді армандайтыныңды анық түсінесің. Бұл сен үшін өте маңызды кезең, өйткені ішкі шешімдерің алдағы айларға тікелей әсер етеді. 11-12 тамыз сенің назарың көбінесе жұмысыңда, оқуыңда немесе жеке ісіңде болады. Бұл күндері айналаңдағы адамдар сенің сабырлы, бірақ нақты қадамдар жасайтын мінезіңді байқай бастайды. Егер жұмыс орнында жаңа жоба немесе міндет берілсе, оны орындауға жауапкершілікпен кірісесің. Қаржы жағынан да кішігірім, бірақ қуанышты жаңалық болуы мүмкін. Қайтарылуы немесе бонустар берілуі ықтимал. Бұл сені шабыттандырады, ал шабыт сен үшін ең жақсы отын. 13-14 тамыз өміріңде әлеуметтік байланыстар ерекше рөл атқарады. Достарыңмен, әріптестеріңмен немесе туыстарыңмен көп араласасың. Осы күндері жаңа адамдармен танысу ықтималдығы өте жоғары. Бұл таныстықтар тек қана көңіл көтеру үшін емес, болашақта сенің өміріңе пайда келетін байланыстар болуы мүмкін. Егер өз ісің бар болса, немесе бизнес ашуды ойласаң, дәл осы кезеңде жаңа серіктестер табу мүмкіндігі туындайды. Махаббатта егер жалғыз болсаң, бір адамға ерекше назар аударасың. Ол сенімен бірден үйлесіп кетуі мүмкін, өйткені араларыңдағы энергетика мен түсіністік ерекше болады. Ал егер қарым-қатынаста болсаң, осы күндері серіктесіңмен бірге ортақ жоспар құруға, болашағыңды талқылауға қолайлы уақыт. 15 тамыз эмоциялар күшейетін күн. Қандай да бір шешім қабылдар алдында бәрін жақсылап ойлан, өйткені асығыстық қателікке әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе қаржы мен жеке өмірге қатысты. Сенің табиғатыңда сабыр бар, бірақ кейде сен де сезімге беріліп кетесің. Бүгінгі күн сондай сәт болуы ықтимал. 16-17 тамыз апта соңында сенің көңіл-күйің орнығып, айналаңдағы адамдарға жылы шырай танытасың. Жақындарыңмен уақыт өткізу саған күш-қуат береді. Отбасылық мерекелер, дастархан басындағы әңгімелер, ескі таныстармен кездесу, бәрі осы күндері ерекше әсер қалдырады. Егер шаршағаныңды сезсең, өзіңе демалыс бер. Табиғатқа шығу, таза ауада серуендеу, сүйікті музыкаңды тыңдау, бәрі сенің энергияңды қалпына келтіреді. Жұмыс пен мансап бұл аптада сенің ең мықты қаруың, тұрақтылық пен еңбекқорлық. Әріптестерің сенің идеяларыңа құлақ асады, ал басшылығың сенің жауапкершілігіңді бағалайды. Егер жалақы көтеру немесе лауазымды арттыру жайлы сөйлескің келсе, аптаның ортасы тамаша мүмкіндік. Қаржы күтпеген табыс көздері пайда болуы мүмкін. Бұл міндетті түрде үлкен сома емес, бірақ моральдық тұрғыда саған жақсы әсер береді. Ақша келген кезде бірден жұмсап жіберме, алдағы уақытта қажет болуы мүмкін деп аз да болса жинап қой. Денсаулық апта бойы өзіңді сергек сезінесің, бірақ 15 тамызда эмоционалды шаршау ықтимал. Сол үшін режиміңді бұзбауға тырыс, ұйқыңды қандырып, дұрыс тамақтануға көңіл бөл. Аптаның басты кеңесі сабырды серік ет, бірақ жаңа мүмкіндіктерден қорықпа. Сенің алдыға қойған мақсаттарың өте айқын, енді тек сеніммен жүруің керек. Егіздер. Бұл апта сен үшін бір сөзбен айтқанда, қозғалыс пен өзгеріс аптасы. Өміріңнің бір саласы тоқтап тұрғандай көрінсе де, шын мәнінде ішкі энергияң, идеяларың және айналаңдағы жағдайлар алға жылжуға итермелейді. Сенің табиғатың өзгерістерді жақсы көреді, ал осы апта сол өзгерістердің нағыз уақыты. 11-12 тамыз аптаның алғашқы күндері саған жаңа ақпараттар ағынын әкеледі. Жұмыс, оқу, жеке істерінде күтпеген жаңалықтар болуы мүмкін. Бұл күндері саған хабарласатын адамдар көп болады, біреу ақыл сұрайды. Сен үшін бастысы ақпаратты дұрыс сараптау, өйткені осы күндері келген жаңалықтардың кейбірі болашағыңа әсер етуі ықтимал. Қаржы тұрғысынан да кішігірім қозғалыс бар. Шағын қосымша табыс немесе бұрын күткен ақша түсуі. 13-14 тамыз байланыстардың күшею кезеңі.
Егіздер үшін бұл күндер өте маңызды, өйткені сенің таныс ортаңда жаңа есіктер ашылады. Бұл тек достық қарым-қатынас қана емес, кәсіби саладағы жаңа мүмкіндіктер де. Егер ұзақ уақыт бойы біреумен серіктестік орнатқың келіп жүрсе, дәл осы күндерде алғашқы қадам жасауға батылдық табасың. Сонымен қатар, бұл күндері шығармашылық энергияң өте жоғары болады. Өнер, жазу, фото-видео түсіру, контент жасау сияқты істерде ерекше нәтижелерге жетуің мүмкін. Махаббатта жалғыз егіздер үшін 13-14 тамыз күндері романтикалық таныстық ықтимал. Бұл таныстық әдеттегі күнделікті кездесу емес, тағдырдың саған жіберген белгісі секілді сезіледі. Ал егер қарым-қатынаста болсаң, осы күндері сүйіктіңмен жаңа жоспарлар құрып, араларыңдағы сенімділікті арттыра аласың. 15 тамыз эмоционалды тұрғыдан күрделі күн. Бұл күні сенің жүйкеңді тоздыратын ұсақ-түйек көп болуы мүмкін. Кешіккен хабарламалар, күтпеген кедергілер, жоспардың өзгеруі. Бірақ бұл жағдайлар сенің шебер коммуникация қабілетіңді шыңдайды. Сенің табиғи артықшылығын кез келген қиындықты сөзбен шешіп, өз пайдаңа бұралу. 16-17 тамыз апта соңында сенің көңіл-күйің жеңілдеп, ішкі еркіндігің артады. Бұл күндер саяхатқа, достармен кездесуге, табиғатқа шығуға өте қолайлы. Егіздер үшін жаңа жерлер көру нағыз энергия көзі, ал сен бұл демалыста соны сезіне аласың. Жақындарымен бірге өткізген уақытта саған ерекше жылулық береді. Жұмыс пен мансап бұл аптада сенің басты артықшылығың, байланыс орнату қабілетің. Айналаңдағы адамдар сенімен сөйлескеннен кейін шабыт алады, сондықтан сенің пікірің мен идеяларыңды бағалайтындар көбейеді. Егер жаңа жоба бастау немесе жұмыс ауыстыру ойыңда болса, осы аптада алғашқы дайындықты бастауға болады. Қаржы қосымша табыс көзі пайда болуы ықтимал. Бұл фриланс, уақытша жұмыс, немесе өзіңнің хоббиіңнен ақша табу болуы мүмкін. Бірақ 15 тамызда жоспардан тыс шығындар болуы мүмкін, сондықтан ақшаңды бірден жұмсай салма. Денсаулық аптаның басында энергия мол, бірақ ортасына қарай ұйқы режимін бұзбауға тырыс. Егіздердің жүйкесі өте сезімтал болғандықтан стресстен қашу үшін спорт, медитация немесе жай ғана таза ауада жүру пайдалы болады. Аптаның басты кеңесі келіп жатқан мүмкіндіктерді сөзбен емес, іспен бекіте біл. Сенің ойың жылдам, бірақ бұл жолы тек жоспарлау емес, нақты қадам жасау маңызды. Шаян. Бұл апта сен үшін ішкі үйлесім мен жан тыныштығын іздеу кезеңі. Шаяндар табиғатынан сезімтал және отбасына берік, ал осы күндері сенің жүрегің ең алдымен жылы қарым-қатынастар мен қауіпсіздікке ұмтылады. Апта бойы сенің басты күшің адамдармен эмоционалды байланыс орнату және сол арқылы өзіңе де, өзгеге де қуаныш сыйлау. 11-12 тамыз аптаның алғашқы күндері сенің ойыңда үй, отбасы және жеке жайлылық тақырыптары көбірек болады. Мүмкін, үйіңді жаңарту, тұрмысқа қатысты істерді реттеу немесе туыстармен уақыт өткізуге ниетің артады. Бұл күндері сенің көңіл-күйің тұрақты, ішкі түйсігің мықты жұмыс істейді, сондықтан маңызды шешім қабылдауға қолайлы. Сондай-ақ ұзақ уақыттан бері ойыңда жүрген бір істі бастап кетуің мүмкін, әсіресе ол шығармашылық немесе қолөнерге байланысты болса. 13-14 тамыз қарым-қатынас пен әлеуметтік өмір жанданады. Бұл күндері сен жаңа адамдармен танысып қана қоймай, бұрынғы достармен байланысыңды да күшейтесің. Кейбір шаяндар үшін бұл күндер романтикалық бастамаларға толы болуы мүмкін. Егер жүрегің бос болса, біреу саған ерекше жылы сезім сыйлауы ғажап емес. Жұмыста командалық жұмыс нәтижелі, ал сенің дипломатияң қиын жағдайларды да оңай шешуге көмектеседі. 15 тамыз сәл сақ болуды талап ететін күн. Сенің эмоцияң тез өзгеріп, ұсақ нәрселерге ренжіп қалуың мүмкін. Бұл күні өз ойыңды ашық айту керек, бірақ шамадан тыс сезімге беріліп, өткір сөздер айтып қоймауға тырыс. Қаржылық тұрғыда да абай болған жөн, жоспарланбаған шығындар пайда болуы мүмкін. 16-17 тамыз апта соңында сенің көңіл-күйің қайтадан тұрақталады. Табиғатта серуендеу, отбасыңмен бірге уақыт өткізу, немесе үйде жайлы атмосферада демалу осы күндері саған нағыз тыныштық сыйлайды. Кейбір шаяндар үшін бұл күндерде саяхатқа шығу, ауылға бару, немесе теңіз жағасында демалу мүмкіндігі туындауы ықтимал. Жұмыс пен мансап сенің еңбекқорлығың мен жауапкершілігің басшылықтың назарын аударады.
Бұл аптада сенің идеяларыңды қабылдап, болашақ жобаларға қатысуға шақыруы мүмкін. Егер өз кәсібің болса, тұрақты клиенттермен байланыс нығаяды және жаңа тапсырыстар түсуі мүмкін. Қаржы апта басында тұрақты, бірақ 15 тамызда күтпеген шығындар болуы мүмкін. Бұл көбіне отбасылық істерге немесе жақын адамға көмекке байланысты шығады. Ал апта соңында қайтадан тұрақтанасың, тіпті шағын қосымша табыста келуі ықтимал. Денсаулық эмоциялық тепе-теңдік бастысы. Сенің энергияң жетерлік, бірақ көңіл-күйіңді сақтап қалу үшін ұйқы мен дұрыс тамақтануға мән бер. Жеңіл спорт немесе суға байланысты жаттығулар, жүзу, акваэробика саған жақсы әсер етеді. Аптаның басты кеңесі өзіңді өзгелер үшін ғана емес, өзің үшін де қуант. Жан дүниеңді тыныштықпен толтырсаң, бәрі орнына келеді. Арыстан. Бұл апта сен үшін жарқырау мен өзін көрсету кезеңі. Арыстандар табиғатынан көшбасшы, ал осы күндері сенің харизмаң мен энергияң ерекше күшейеді. Айналаңдағы адамдар сенің сөзіңе құлақ асып, кеңесіңді тыңдайды, сондықтан беделің артады. Бұл ірі істерді бастауға, жаңа жобаларды қолға алуға өте қолайлы уақыт. 11-12 тамыз аптаның алғашқы күндері сенің шығармашылық әлеуетің шарықтайды. Қандай да бір бастама көтерсең, оны қолдайтын адамдар табылады. Бұл күндері сенің айтқан әр сөзің әсерлі шығып, өз ортыңда мотивация беретін адамға айналасың. Қаржылық тұрғыдан да оң өзгерістер болуы мүмкін, қосымша табыс, сыйақы немесе күтпеген қаржылық қолдау. Сонымен қатар, бұл күндері сені көпшілік алдында көру, таныстыру, презентация жасау сияқты мүмкіндіктер болуы мүмкін. Мұндай сәттерде сен өзіңді нағыз сахнада жүргендей сезінесің. 13-14 тамыз қарым-қатынастардың жанданатын кезеңі. Бұл күндері сен жаңа таныстармен кездесіп, бұрынғы байланыстарыңды да жаңарта аласың. Егер сен шығармашылықпен айналыссаң, осы күндері ерекше шабыт келеді, тіпті бір отырыста керемет идея туындауы мүмкін. Жұмыс орнында сенің пікіріңді сұрап, жауапкершілігі жоғары тапсырмалар беруі ықтимал, бұл сені одан әрі танытады. Махаббатта жалғыз арыстандар үшін бұл күндер романтика мен нәзік сезімге толы болуы мүмкін. Біреу сенің харизмаңа бірден ғашық болуы ғажап емес. Қарым-қатынастағы арыстандар үшін бұл күндер сүйіктіңмен терең әңгімелер құрып, болашаққа ортақ жоспарлар жасауға қолайлы. 15 тамыз сәл сақ болуды талап ететін күн. Бұл күні ұсақ түйек кикілжіңдер, пікір қайшылықтары туындауы мүмкін. Сенің отты мінезің кейде шамадан тыс тік сөйлеп қоюға итермелеуі мүмкін, сондықтан эмоцияңды бақылауда ұстау маңызды. Дегенмен бұл күнді дұрыс өткізсең, ол саған өзіңнің шынайы лидерлік қасиетіңді көрсететін мүмкіндік береді. 16-17 тамыз апта соңында сенің көңіл-күйің қайта көтеріледі. Достармен кездесу, шағын мерекелер, отбасылық басқосулар осы күндері ерекше қуаныш сыйлайды. Арыстандар үшін бұл күндерде сахна өмірдің өзі сияқты. Сен қайда барсаң да көңілдің ортасында боласың. Сонымен қатар, бұл күндері шағын саяхат немесе табиғатқа шығу сені шабыттандырады. Жұмыс пен мансап сенің беделің артып келеді. Бұл аптада басшылық саған көбірек сенім артып, жаңа міндеттер беруі мүмкін. Кейбір арыстандар үшін жаңа мансап жолына қадам басу кезеңі де басталады. Егер өз ісің бар болса, осы аптада клиенттер мен серіктестер саны көбеюі мүмкін. Қаржы кірісің артуы ықтимал. Қосымша табыс, сыйлық немесе ұзақ уақыт күткен төлем түсуі мүмкін. Бірақ 15 тамызда қажетсіз шығындардан сақтан, өйткені эмоцияға беріліп қымбат нәрсеге ақша жұмсап қоюы мүмкін. Денсаулық апта бойы энергияң жоғары, бірақ 15 тамызда жүйкені артық жүктемеу үшін демалыс пен ұйқыға көңіл бөл. Физикалық белсенділік саған ең жақсы дәрі. Аптаның басты кеңесі, сен қазір назардың ортасындасың. Бірақ мақсатың тек жарқырау емес, жарқырауыңды ұзаққа созатын істе жасау. Бикеш. Бұл апта сен үшін ұқыптылық пен тәртіптілік кезеңі. Бикештер табиғатынан анализ жасауға бейім, ал алдағы күндері сенің бұл қасиетің ерекше қажет болады. Апта бойы істеріңді жүйелеп, ұзақ мерзімді жоспарларыңды қайта қарауға мүмкіндік туады. 11-12 тамыз аптаның басында сенің назарың жұмысқа, оқу мен дамуға ауады. Бірнеше жобаны қатар алып жүруің мүмкін, бірақ сен бәрін дер кезінде үлгеру үшін жоспар құрудың шеберсің.
Бұл күндері кішігірім денсаулыққа байланысты белгілерді елемей қойма, уақытылы демалу маңызды. 13-14 тамыз сенің айналаңдағы адамдармен қарым-қатынасың артады. Әсіресе әріптестермен немесе бірлескен істерде түсіністік артады. Егер қаржылық мәселені шешу керек болса, осы күндер тиімді. Сонымен қатар шығармашылық шабыт келуі мүмкін, ол сені жаңа хобби немесе табыс көзіне бастайды. 15 тамыз абай болу керек күн. Ұсақ түйекке шамадан тыс мән беріп, айналаңдағыларды сынау қаупі бар. Бұл күні өзіңді ғана емес, өзгелерді де түсінуге тырыс. 16-17 тамыз апта соңында шаршағаныңды сезінуің мүмкін. Бұл күндері табиғатта серуендеу, кітап оқу немесе сүйікті істермен айналысу саған керемет әсер береді. Жұмыс пен мансап дәл қазір сенің ұйымдастырушылық қабілетің жоғары бағаланады. Көптен бері армандаған бір ұсыныс немесе жоба пайда болуы ықтимал. Қаржы тұрақты, бірақ жаңа табыс көздерін іздеуге тамашапта. Денсаулық, ішкі тыныштықты сақтау үшін медитация, йога немесе таза ауада жүру пайдалы. Аптаның кеңесі бәрін бақылауда ұста, бірақ өзіңе тым қатаң болма. Таразы. Бұл апта сен үшін гармония мен баланс іздеу кезеңі. Таразылар адамдармен жақсы тіл табысатын үшін әрқашан құрметке ие, ал алдағы күндері бұл қасиетің ерекше көмектеседі. 11-12 тамыз аптаның басында өзіңді шабыттанғандай сезінесің. Жаңа идеялар, жаңа таныстықтар, тіпті күтпеген сапар жоспары пайда болуы мүмкін. 13-14 тамыз әлеуметтік өмірің белсенді бола түседі. Жиналыстар, достармен кездесу, маңызды келіссөздер сәтті өтеді. Романтикада осы күндері өрбуі мүмкін. 15 тамыз қаржылық шешімдерге мұқият бол. Артық шығын немесе жоспарсыз сатып алу мүмкіндігі бар. 16-17 тамыз апта соңында үйіңе, отбасыңа, өзіңнің жайлылығыңа көңіл бөлесің. Бұл күндер ішкі үйлесімділік табу үшін өте қолайлы. Жұмыс пен мансап келіссөздер, әріптестік қатынастар сәтті. Қаржы аптаның ортасына қарай тұрақты, бірақ соңында күтпеген шығын болуы. Денсаулық, психологиялық тепе-теңдікті сақтау маңызды, стрессті азайт. Аптаның кеңесі қарым-қатынаста тепе-теңдікті сақтап, өзіңнің де мүддеңді ұмытпа. Саршаян. Бұл апта сен үшін ішкі күш пен табандылықты сынайтын кезең. Саршаяндар қиындыққа мойымай, бәрін соңына дейін жеткізеді, ал алдағы күндері бұл қасиетің қажет болады. 11-12 тамыз өзіңді белсенді әрі мақсаткер сезінесің. Жоспарларыңды жүзеге асыруға дайынсың. Жұмыста да, жеке өмірде де нақты қадамдар жасайсың. 13-14 тамыз қарым-қатынастарда адалдық пен ашықтық маңызды. Бұл күндері біреу сенен шындықты білгісі келеді. 15 тамыз эмоцияны бақылау қиын болуы мүмкін. Кенеттен ренжіп қалу немесе асығыс шешім қабылдау қаупі бар. 16-17 тамыз демалуға уақыт бөл. Саяхат, табиғат аясында уақыт өткізу немесе сүйікті іспен айналысу саған күш береді. Жұмыс пен мансап апта басында өнімді, ал соңына қарай баяулайды. Қаржы тұрақты, бірақ инвестициядан бұрын ойланған жөн. Денсаулық, дене белсенділігі мен дұрыс тамақтану маңызды. Аптаның кеңесі өз энергияңды дұрыс бағытта пайдалан, сонда барлық мақсаттарың орындалады. Мерген. Бұл апта сен үшін шытырман оқиғалар мен жаңа мүмкіндіктер кезеңі. Мергендер әрдайым бостандықпен дамуға ұмтылады, ал бұл күндер саған жаңа бағыттар ашады. 11-12 тамыз жоспарланбаған сапар немесе қызықты кездесу болуы мүмкін. 13-14 тамыз жаңа жобалар бастауға, білім алуға, шығармашылықпен айналысуға қолайлы. 15 тамыз асығыс шешім қабылдаудан сақтан. 16-17 тамыз достармен немесе жақындармен уақыт өткізу көңіл күйіңді көтереді. Жұмыс пен мансап белсенді, шабытты кезең. Қаржы, қосымша табыс мүмкіндігі бар. Денсаулық, қозғалыс пен спорт саған күш береді. Аптаның кеңесі жаңа нәрседен қорықпа, тәжірибе жина. Тәуешкі. Бұл апта сен үшін жоспарлар мен мақсаттарды нақтылау уақыты болмақ. Аптаның алғашқы күндері ішкі энергияң ерекше жоғары болады. Бұл саған бұрынғыдан да жүйелі қимылдауға мүмкіндік береді. Өзіңнің тәртіпке, ұйымшылдыққа бейімділігіңді пайдаланып, көптен бері кейінге қалдырып жүрген істеріңді қолға аласың. Қаржылық тұрғыдан да жақсы жаңалықтар бар.
күткен төлемің түсуі мүмкін немесе күтпеген ақшалай көмек келеді. Айналаңдағы адамдар саған сенім артады, сондықтан олардың пікіріне құлақ асу маңызды. Дегенмен өзіңнің шекараңды да ұмытпа. Аптаның ортасында жұмыс пен жеке өмірдің тепе-теңдігін сақтау үшін уақытты дұрыс бөлуді үйренесің. Бұл күндері саған жаңа жобалар немесе серіктестік ұсыныстар түсуі мүмкін, бірақ шешім қабылдауда асықпа. Махаббатта жалғыз тәуешкілер үшін қызықты танысуға жол ашылады. Бұл байланыс бастапқыда жай әңгімеден басталып, кейін ерекше сезімге айналуы ықтимал. Отбасылы тәуешкілер үшін апта жылы әрі түсіністікке толы өтеді. Серіктесіңмен ашық сөйлесіп, болашаққа жоспар құруға қолайлы кезең. Денсаулық тұрғысынан бұл аптада өзіңе жеңіл режим сыйла, артық жүктемеден аулақ бол, дұрыс тамақтану мен ұйқыны назарда ұста. Су құйғыш. Бұл апта сенің шығармашылық қабілетіңді ашатын кезең. Ішкі ойларың мен қиялың бұрынғыдан да байып, жаңа идеялар легімен келеді. Жұмыста да, оқуда да ерекше шешімдер тауып, өзгелердің назарын өзіңе аударуың мүмкін. Аптаның басында кездесетін адамдардың арасында саған болашақта үлкен қолдау көрсететін тұлғалар болады. Қаржылық салада абай бол. Жаңа табыс көзі немесе қосымша жұмыс мүмкіндігі туындауы мүмкін, бірақ келісім шарттарды мұқият оқып, барлық тәуекелді есептеген жөн. Аптаның ортасында күткен бір жаңалық саған шабыт береді. Бұл ұзақ мерзімді мақсаттарына қадам басуға ынталандыратын сәт. Махаббатта жалғыз су құйғыштар ерекше бір жанмен танысып, бірден терең байланыс сезінуі мүмкін. Бұл таныстық достық пен махаббаттың үйлесімін әкеледі. Отбасылы су құйғыштар үшін қарым-қатынаста серіктесіңе қолдау көрсету маңызды, бұл екеуіңнің байланысыңды одан сайын күшейтеді. Денсаулық көңіл күйіңнің басты кілті. Бұл аптада спортпен айналысу немесе таза ауада серуендеу саған ерекше сергектік сыйлайды. Балықтар. Сен үшін бұл апта рухани және эмоционалды тұрғыдан терең ойларға толы болады. Көптен бері жүрегіңде жүрген сұрақтарға жауап іздеуге тырысасың. Аптаның алғашқы күндері өзіңе тыныштық сыйлайтын істермен айналысқан пайдалы. Кітап оқу, табиғатты серуендеу немесе шығармашылықпен шұғылдану. Қаржылық тұрғыда тұрақтылық бар, бірақ үлкен шығындардан сақ бол. Инвестиция немесе қарыз беру мәселесінде мұқият болған абзал. Жұмыста күтпеген тапсырмалар түсуі мүмкін, бұл сенің төзімділігің мен шыдамдылығыңды сынайды. Бірақ сен бәрін жүйелі орындап, басшылықтың сеніміне ие боласың. Махаббатта жалғыз балықтар жаңа таныстыққа ашық болады, ал ескі таныстар арасынан да ерекше байланыс туындауы ықтимал. Отбасылы балықтар үшін аптада қарым-қатынас жылы әрі романтикалық сәттерге толы болады. Серіктесіңе күтпеген сыйлық жасап, бірге уақыт өткізу екеуіңді жақындастырады. Денсаулықта өзіңді артық уайымнан қорға. Медитация, йога немесе тыныс алу жаттығулары сенің ішкі тепе-теңдігіңді қалпына келтіреді. Міне, достар, бүгінгі жұлдыз жорамалымыз осылайша аяқталды. Айтылған кеңестер сізге мотивация, күш-қуат және жақсы көңіл күй сыйлады деп сенемін. Өміріңіз сәттілік пен бақытқа толы болсын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, ойларыңызды комментарийде бөлісуді ұмытпаңыз, сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.